Қайырлы күн оқушылар, сіздермен бірге Сен мұғалім каналы. Біз бүгін 8-ші сыныптың 2-ші тоқсанға арналған қазақ тілі пәнінен номер 2-ші БЖБ тапсырмасын орындаймыз. Кәсіп бақыттың шырағы, еңбек ырыстың бұлағы. Қазақстанның су ресурстары бөлімдері бойынша жиынтық бағалау тапсырмалары. Достар, осы видеоның соңына дейін көруге кеңес беремін, және де осы видеоның соңына дейін көріп, біздің арнаға жазылып, лайк басып қолдап отыруды ұмытпаңыздар. Бұл біз үшін өте маңызды. Бұл БЖБ бізде 2 нұсқадан тұрады. Қазір бірінші нұсқаны талдаймыз. Оқудың мақсаты публицистикалық стильдің тілдік ерекшеліктері арқылы мәтіндердің жанрын анықтау. Ойлау дағдыларының деңгейі. Жоғары деңгейлер. Орындау уақыты 15-20 минут. Тапсырмаға оралайық. Мәтінді мұқият оқып, жанрын анықтап, жанрға тән ерекшеліктерді жазыңыз. Әлемдегі ең таза су Зәмзәм суы. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының 2004 жылғы мәліметі бойынша бұл су әлемдегі ішуге пайдалы ең таза су. ақш-та жасалған тест нәтижесінде жер бетінде құрамында микроорганизмдер мен бактериялар кездеспейтін бірден бір су. Осы Зәмзәм екендігі ғылыми негізде дәлелденіп отыр. Зәмзәм суының басқа суларға қарағанда құрамында күкірті аз, құнарлы минералы көп. Қала суынан айырмашылығы құрамында кальций мен магний тұздары мөлшерінің көптігі. Шаршаған адам Зәмзәм суын бетіне жақса, ол қатты рахаттанады. Тағы бір ерекшелігі, Зәмзәм суының құрамында түрлі жұқпалы ауруларға қарсы тұратын фтор бар. Еліміздің де әр өңірінде тереңнен аттылап, жер бетіне шығып жатқан емдік қасиеті мол минералды су бұлақтары кездеседі. Олар температурасы және құрамындағы газдар мен тұздарының түрлі жағынан әртүрлі болып келеді. Адам ағзасына шипалық әсер бар. Алма-Арасан, Қапал-Арасан, Сарыағаш, Жаркент-Арасан курорт санаторийлері мен емханалар салынған. Бұрыннан белгілі минералды қайнарлар әсіресе шөлді аудандарда көп кездеседі. Жергілікті халық бұларды ем үшін пайдалануда. Сұраққа оралайық. Бірінші сұрақ. Мәтіннің жанрын анықтаңыз дейді. Бұл жерде мәтін жанры әңгіме. Екінші сұрақ. Жанрға тән екі тілдік ерекшеліктің жазыңыз дейді. Бұл жерде қала суынан айырмашылығы құрамында кальций мен магний тұздарының мөлшері көптігі. Екінші, шаршаған адам Зәмзәм суын бетіне жақса, ол қатты рахаттанады. Үшінші, соңғы сұрақ. Эссенің құрылымы мен дамуын. Эссенің құрылымы мен дамуын сақтап, бүгінгі таңда құсбегілік неліктен спорт түріне жатпайды. Тақырыбына байланысты берілген мәселені шешудің екі жолын ұсыныңыз. Жазба жұмысында етістіктің бұйрық райды қолданыңыз. Сөз көлемі 50-60 сөз. Құсбегілік қазақ ұлтының қанына сіңген көне дәстүр. Көшпенділер өмірінен берік алған үлкен өнер. Оның тәлім тәрбиесі атадан балаға қастерлі қалпымен жарасымды жалғасқан және жалғасып та келеді. Адамзат тарихындағы елеулі жаңалықтардың бірі де дәл осы құсбегілік өнер. Басқа өнердің бұл түрі қазаққа етене жақын болғандықтан, құсбегілік өнер біздің ұлтымыздың ерекшелігін айқындап, болмысын айшықтайтындай. Оған дәлел ретінде әлемдегі бірде-бір елдің мемлекеттік рәміздерінде кездеспейтін Құран бүркіттің тек Қазақстанның ғана туында көрініс тапқандығын айтуға болады. Одан бөлек жыл сайын елімізде бүркітшілер сайысы өткізіліп, түрлі игі шаралар да өткізіліп тұрады. Бүркітті баулып,
онымен аң аулау кәсібі, саятшылық өнердің бір түрі болып саналады. Бұл кәсіппен ертеде көбіне көшпелі түркітілдес халықтар мен арабтар айналысқан. Бүркітті қолға түсірудің бірнеше тәсілі бар. Бірінші жолы ұядан алу болса, екінші жолы шабат оқу арқылы. Үшінші тәсілі бүркіт тояттағанда, яғни бүркіт жемтікке қатты тойып алып, ұша алмай қалған кезінде қуып жүріп шаршағанда ұстайды. Достар, біздің тапсырмаларымыз аяқталды. Өте оңай сұрақтар. Соңына дейін көргендеріңізге көптен көп рахмет. Сынарнаға жазылуды ұмытпаңыздар. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сабақтарыңызға сәттілік, сау болыңыздар.